Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге кокосовый печеньенің рецептін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Біздің печеньеміз өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жұмсақ сары майымызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне барлығын араластырдық. Енді оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып салып, онда жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымыздың үстіне қосқышымызды салып, барлығын електен өткізіп отырып саламыз. Ұнымызды біз міндетті түрде 2-ге немесе 3-ге бөліп салуымыз қажет. Барлығын бөліп салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Міне біздің печеньеміздің қамыры дайын болды. Енді ол қамырды алып, кішкене бөліктерге бөліп аламыз да, протеинге пергамент қағазын қойып, оның үстіне барлығын жайғастырып шығамыз. Міне біздің печеньелеріміздің барлығын осылай дөңгелектеп алдық. Енді оны 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің печеньелеріміздің барлығы пісіп дайын болды. Енді оны бөлек ыдысқа алып, басқа ыдысқа қантымызды саламыз. Оның үстіне кішкене азғантай суымызды құйып, барлығын араластырып аламыз. Енді біздің жаңағы бізге дайын пісірген печеньелерімізді жаңағы қантты суымызға батырамыз, сосын кокосовый стружканың бетіне себу үшін соған батырып жағамыз. Міне достар, біздің печеньеміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.